Екі некелі бір қалыңдық. Зейнеп Алматы көшесінде жібек көйлегін төгілдіріп, шашын желкесіне түйіп тастап, аяғын тік басып жүргенде қарамайтын жігіт болмайды. Өзінің бойындағы жігіт тартатын көркіне сенген сымбатты қыз, әр көшені өткен сайын көңілі толқып, тағы да кімдер қарап тұр екен дегендей жан-жағына зер сала жүреді. Жылдар жылжып, айлар өте берді. Зейнеп осы 3 жылдың ішінде жүрегіндегі сыр-сандыққа талай жігіттің махаббат дастанын тіркеп, талай жігітке қарсылық білдірген, өзінің нәзік қолын қойып, жауаптар қайтарады. Кейде тәйкісінен, кейде алшысынан түсіп жүрген түнгі сапарлар күндердің күнінде өз өмірінің үлкен бір даңғыл жолындай болып айқындала берді, ашыла берді. Қыз дастаны сер бойдақ жігіттердің жүрегіне оттай басыла берді. Осы кезде талай түйілген жұдырық, шығарылған тіл, шақырайған көз, тыпырлаған аяқ қыз көшінің соңына ере алмай қала берді. Сәтті, сәтсіз кезеңдер адам өмірінде бола береді ғой. Зейнеп жігіттердің жүрегін саусағына байлап алып жүрсе де, шын бұлқынғанда жібек жібін үзіп кететін мықтылар да көп ішінен табылып жүрді. Мұндайда ол айқара қара жамылғандай күн түндер жылап, көз жасы таусылғанда ғана күлетін еді. Бірде ары, бірде бері айтыс махаббат майданында Зейнеп ылғи соққыға ұшырап қалып жүрді де, биыл кенеттен шығысынан күн шығып, батысынан ай туып, бір жігіт шап беріп құшақтай алды. Оның себебі дәл осы сағатта болған жоқ. Көптеген тексерілген жағдайдан келіп туды. Алғашқы күні кездескенде Ермек өзінің жұмсақ мінезімен қыз алдында ишарат білдіріп, шығарып салғаннан соң Зейнеп, бәлем, қармағыма ілінген шығарсың дегеніне қорытындыға келді. Екінші, үшінші, төртінші, бесінші, тағы күндерде екеуі ай мен күнді, жұлдызды, жапырақты, сылдырап аққан суды әңгіме етіп жүрді де, осының барлық тамыры екеуінің жүрегіне жалғаса кетті. Сүйдім, мәңгілік сендікпін, адал жарым, мәңгі сенің қарауыңдамын. Осыдан соң ыстығы басылмаған екі жас аудандық ЗАГСке барғанын бір-ақ білді. Сол күні кешке Алатау ресторанында екі жастың ұзақ махаббатына арналған той өтті. Талай әндер шырқалып, талай билер табанның қышуын қандырды. Бұл екеуінің керемет сүйіспеншілігі достардың ішін жандырды. Шіркін-ай, оқыған адамдардың қосылғаны қандай жақсы. Қадам басқан сайын мәдениет, не деген жылы сөз, қандай жылы шырай деп талай таңдай тақылдап қалды. Табан астынан бұл тойдың шырқы бұзылды. Арада 2 күн өтпей-ақ Зейнептің оттан ыстық жүрегі бірте-бірте Ермекке шын ниетімен соқпай, айналасынан құйындатып өтетін болды. Өйткені өткен махаббаттың жылы желі қайта оралып, баяғы бір ант еткен досы келіп қалды. Кейінгі күндердің жырын да, сырын да оған білдірген жоқ қыз. Ах, ғашығым, сәулем менің, күте-күте сарғайдым сені деп, қазіргі келіншек, бұрынғы қыз сол күніндегі жарына жармасты. Қайтейін, адал жарым, Завет институттан шығарып жіберіп сорлап қалдым ғой. Қазір еңбек колхозында зоотехникпін, сені алып кетуге келдім деп, әбу құшағын кең ашып, жарын тосып алды. Кеттім, көп күтіп зарлап едім, арманым орындалды деп Зейнеп жігіт мойнына оралғанда, кешегі ЗАГС, өткен той, құшағы толған гүл, достар тілегі ойына кіріп шыққан жоқ. Тек құрғақ орамалмен көзін уқалап, кірпіктерін сындыра берді. Арада бір күн өткен жоқ. Вокзал басы қалың жолаушы. Солардың ішінде қызыл-жасыл киінген бір топ қыз көзге ерекше түсті. Ортасында жігіттің бауырына жабысып, жайраңдап бара жатқан Зейнепке деген құрмет ерекше. Бетім-ау, мынаның күйеуі қайда? Ана бір жігітке желімдей жабысып қалыпты ғой, деді 3 жылдан бері бірге оқитын таныс қыздың бірі. Күйеуі несі?
көзің соқырып болып қалған ба? Кешеден бері осы жігітке тиген жоқ па? Ермек жайына қалды деп басқа бір серігі сылқ-сылқ күлді. Жолаушылар пойызы соңғы гудогын айғайлатып жай қозғалғанда вагон тұтқасынан ұстаған Зейнеп қалып бара жатқан серіктеріне қол бұлғады. «Қыздар, Ермекке сәлемде, өкпелемесін» деп қалыңдық жанында тұрған ұзын бойлы жігітке бұрылып оның бетінен сүйіп алды. Осы кезде вокзал алдына жүгіріп шыққан Ермектің ақ құбағы жүзі қуқылданып, ышқынған бойы соңғы вагонға атылмақ болғанда, оны ізімен қуып келе жатқан тапал ашаң жігіт ұстай алды. «Ой, сол оңбаған қыздың соңынан өлесің бе? Бар сыры тезірек ашылып, ертерек құрығанына шүкіршілік демейсің бе?» Тапал жігіт Ермекті өзімсініп, бір-екі рет желкеден түйіп қалды. «Кілт, бөлменің кілті сонда кетіпті ғой» деп күліп жіберді Ермек. Соңы. Арнаға қош келіпсіздер. Қазақ тілді контентті қолдап қоңыраушаны баса кетіңіз. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі аудиода бұдан да қызық аудио шығады.